Қалайсыздар? Бүгін 23 маусым менің туған күнім. Бүгін дейтін менің балаларым аяқ астынан мені қатты қуантты. Өмірімдегі бір ең алғашқы қуанышты сәттерімнің бірі десем де артық айтпаймын. Басқа күндерде Алла мені қуантып жатыр ғой, бірақ дегенмен де бұл қуаныш өзімнің балдарымның қолынан осындай бір сыйлық алу түгіл, гүл алудың өзі бір үлкен мәртебе. Менің ұлым Тілепберген Стамбулда жұмыс істеп жатыр. Сол жақта биыл 4-ші жыл сол Стамбулда жүргеніне сол отпускіге келген болатын. Сол менің туған күніме қарсы осылай букет гүлімен, қасында қарындасы бар, інісі бар, барлығы дүкенге шығып кеткен болатын. Сол үйде туған күніме дайындалып жатсам, мама деп гүлін ұстатты да осындай розовый бірдеңе ұстатып тұр. Мен ұйықтасам түсіме кірген жоқ, осындай сыйлық балаларымның қолынан аламын деген. Мен мына жерде дейтін шок болып жатырмын. Балаларыма айтып жатырмын: сендер маған айфон сыйлап жатсыңдар ма деп. Неужели деп өз-өзіме сенбей жатырмын. Осылай өмірімде 42 жасымда осындай балаларымның қолынан осындай айфон телефон алғаныма өте қатты ризамын. Аллаға мың шүкір, сансыз шүкір. Перзенттеріміздің қолынан осындай сыйлық алу деген ата-ана үшін бір үлкен мәртебе деп ойлаймын. Барлықтарыңызға да жұғысты болсын. Баланың өскені осылай өз қолдары өз ауыздарына жетіп жұмыс жасап, осындай ата-ананы қуантып, бұл енді бір сөзбен айтып жеткізе алмайтын эмоция. Өте керемет сезімдемін осы жерде. Анау кішкентай ұлым, 4 ұл, менде Алланың берген бір қызым бар. Балаларым шүкір, Аллаға шүкір, өте ақылды. Баршамызға да осындай ақылды, саналы, иманды, салих ұрпақ нәсіп болсын деп тілеймін. Өте қуаныштымын енді, қуанышым шексіз. Мынау менің 42 жасқа жасаған бір тал қызымның торты.